Ерте заманда бір пақыр адам несібесіне тиген қатқан бір үзім нанды қалай жерін білмей келе жатып шайхананы көреді. Қазандағы пісіп жатқан тамақтың иісі мұрын жарады. Сатып алуға ақшасы жоқ. Әлгі пақыр үлкен қазанның қасына барып, қалтасындағы қатқан нанын тамақтың буына жібітіп жей бастайды. Осы кезде шайханашы да қызықтап қарап тұрады. Пақыр нанын жеп бола салысымен шайханашы жегеніңе ақ төре деп айғайлайды. Пақыр шайханашының қолынан бір түйір дәм татпағанын айтып ақ төреден бас тартады. Шаһарда бір әділ қазы болса керек. Шайханашы бұл байғұсты дедектетіп сол қазға алып барады. Жалақордың сөзін әбден тыңдаған қазы пақырдың қанша қарыз екенін сұрайды. Қапелінде не дерін білмей сасқан ол 2, жоқ 3 дейді. Мен немді берем? Бұл заманда әділеттік қайда? Сонда қазы өз қалтасынан 2-3 күміс тиын санап алып, шайханашыға бері келіп құлағыңды жақындат дейді. Құлағының алдына тиынды сылдырлатып, мұны не дейді? Үкім әділ! Тамақтың буын сатқанға ақшаның сылдыры да жетеді! Депті әділ қазы.